Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз 9-шы сынып екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. Алгебра сабағы. Бұл сабақта оқу мақсаты екі айнымалысы бар сызықтық және сызықтық емес теңдеулерді ажырату. Тақырыбымызды бастамас бұрын мынандай бір мысал көрсеткім келіп отыр. Кестеде көрсетілген x және y сандар жұбы 2x азайту 3y тең 8 теңдеуінің шешімі бола ма? Осы мысалды қарастырып көрейік. Яғни берілген сандар жұбы біздің теңдеуіміздің шешімі болады ма екен? Яғни 2 көбейту x-тің орнына минус 3,5-ті қоямыз. Азайту 3 көбейту минус 5 тең 2 мен минус 3,5-ті көбейтсек минус 7, минус 3 пен минус 5-ті көбейтсек плюс 15. Жауабы 8 шығады екен. Демек, дұрыс жауап бізде я екен, тура келеді екен. Енді екінші жауапты көреміз. 2 көбейту 7, азайту 3 көбейту 2. Яғни 14 азайту 6 тең жауабы 8 екен. Бұл да бізде шешімі болады екен. Енді келесі үшінші тапсырманы көреміз. 2 көбейту 3, азайту 3 көбейту минус 1. Сонда 2 мен 3-ті көбейтсек 6, минус 3 пен минус 1-ді көбейтсек плюс 3. Жауабы 9. Демек, 3 және минус 1 бізде бұл теңдеудің шешімі бола алмайды екен. Осылай өздеріңіз қалған 3 нұсқасын тексеріп көрсеңіздер болады. Енді жалпы бізде бұл жерде шешімдері көрсетілген, бірақ дәлелдеп өздеріңіз шығарып көріңіздер. Енді қазір біз бір мысал қарастырамыз. Бұл жерде екі айнымалысы бар теңдеулердің қайсысы сызықтық, қайсысы сызықтық емес екенін ажырататын боламыз. Бірінші теңдеу 3x плюс 5 тең минус 1. Бұл қандай теңдеуге жатады? Айнымалылар екеу, демек екі айнымалысы бар теңдеу. Дәрежесіне қараймыз. Ең үлкен дәреже бұл жерде 1-ге тең болып тұр. Демек, бұл сызықтық теңдеу. Келесі мысалда y квадрат деп тұр, яғни дәрежесі 2-ге тең. Демек, бұл сызықтық емес. Сызықтық теңдеуге жатады. Сызықтық теңдеуге жатады. X пен Y-тің көбейтіндісі X-тің дәрежесі 1 болып тұр, Y-тің дәрежесі 1 болып тұр. Екеуінің қосындысы 2 дәреже болып тұр. Демек, бұл сызықтық емес теңдеуге жатады. Бұл да сызықтық емес теңдеу. Сызықтық теңдеу. Сызықтық емес теңдеу. Және соңғысы сызықтық теңдеуге жатады екен. Міне осы мысалдардан сіздер сызықтық теңдеу мен сызықтық емес теңдеулерді оңай ажыратуға болатынын көрдіңіздер. Демек, екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеу дегеніміз не? Анықтамасына тоқтала кетейік. Екі айнымалысы бар теңдеудің ең болмағанда бір қосылғышында айнымалының дәреже көрсеткіші бірден өзге сан болса, немесе қосылғыш екі айнымалының көбейтіндісі түрінде болса, онда теңдеу сызықтық емес теңдеу болады. Мысалға, 2x қосу 3y тең 5 сызықтық теңдеу, 2x квадрат қосу 3y тең 5, немесе 2x қосу 3y квадрат тең 5, бұлар сызықтық емес теңдеулер екен. Енді дәрежесін қалай анықтаймыз теңдеудің дәрежесі? Барлық қосылғыштардың арасындағы айнымалылардың дәрежелерінің ең үлкенін біз ең үлкен қосындысы. Мысалы, x жақшаның ішінде x қосу y квадрат, бұл жерде біз жақшаны ашып аламыз ең алдымен. Жақшаны ашып алатын болсақ, x, y квадрат көбейтіндісі, бұл көпмүшелерінің дәрежесінің стандарт түрге келтіргеннен кейін қосындысы 3-ге тең болып тұрғанын байқап тұрмыз. X-тің дәрежесі 1,
y-дің дәрежесі 2, сонда қосындымыз 3-ке тең екен. Міне, дәрежесін осылай анықтайды екенбіз. Мына жерден көрсеңіздер болады. Яғни y-дің дәрежесі 2-ке тең болып тұр, x-дің дәрежесі 1-ге тең болып тұр. Сонда бұл 3-ші дәрежелі көп мүше екен. Енді, екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулерді табыңыздар дейді. Осы жерден өзіміз екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулерді тауып көрейік. Яғни екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер айттық, дәрежесі 1-ден өзге болады дедік, иә? Демек, қараңыздар, дәрежесі 3-тен 2, 3-тен 2 түрінде беріліп тұр. Бұл сызықтық емес теңдеу. Және дәрежелері y квадрат, x квадрат болып тұр. Бұл да сызықтық емес теңдеулер. Дәрежесін тап дейді. Бірінші теңдеудің дәрежесі ол x куб болып тұр мына жерде. Сондықтан да ең үлкен дәрежеміз біздің куб екен, иә? Екінші теңдеуде y квадрат болып тұр. Мына 3-ші дәрежелі болды. Мына тұсына қарайық. Y квадрат x куб 5-ші дәрежелі болды. Енді мына жерден көбейтінді орындайтын болсақ, минус ең үлкені мына жерде болу керек. Демек, бұл 4-ші дәрежелі болады. Келесінде де 4-ші дәрежелі болады екен. Тексеріп көрейік. Дұрыс екен, иә? Енді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулердің графигі қалай болады? Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулердің графигі түзу болып табылады, иә, біз білеміз. Ал енді екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеудің графигі ол бізде түзу емес, қисық болып келеді. Оған мысалдар қарастырып көрейік. Мысалға, y тең ax квадрат плюс vx плюс s бұл бізде сызықтық емес теңдеу екенін білеміз. Бұл бізде қандай теңдеу? Квадрат теңдеу, иә? Бұндай квадрат теңдеудің графигі парабола. Келесі y тең x куб функциясы, бұл функцияның графигі кубтық парабола. Енді x минус a-ның квадраты қосу y минус v-ның квадраты тең r квадрат түрінде берілген. Біз бұны да 8-ші сыныпта өткен болатынбыз. Бұл бізде шеңбер, иә? Келесі y тең k бөлінген x түріндегі функция бұл гипербола. Яғни бұл жерде бір айныма түзу болатын сызықтық теңдеу көрсетілмеген. Енді қараңыздар, әр функцияның графигіне сәйкес келетін теңдеулерді табыңдар дейді. Таңдайық. Біріншісі қай теңдеуге келеді? Біріншісі квадрат теңдеу екенін біліп отырсыздар. Ал енді осы жерде бір емес, екі квадрат теңдеу беріліп тұр. Осы квадрат теңдеулерді шешкен кезімізде бізде мына функцияға сәйкес келеді екен графигіміз. Графигіміз осы функцияға сәйкес келеді. Келесі, міне қараңыздар, келесі біздің сызықтық емес теңдеудің графигі қалай болатынын көріп отырмыз, иә? Келесі графигімізде біздің парабола екен, ал шеңберге сәйкес келетін теңдеуіміз x квадрат қосу y квадрат тең 0. Тең 9. Демек, радиусы 3-ке тең болатын координаталар басы арқылы өтетін шеңбер пайда болады екен. Енді қараңыздар, келесі тапсырмамыз абсциссасы 3-ке тең теңдеудің графигіне тиісті нүктелердің ординатасын тап. Абсцисса деп отырғанымыз, балалар, бұл жерде x-тің мәні, иә? Яғни, егер x тең 3 болатын болса, соған сәйкес y-тің мәнін табуымыз керек. Ал есептеп көрейік. Біріншісіне салып көреміз. 3-тің квадраты дейді 9, азайту 6y қосу 2y квадрат
бізде y белгісіз, иә. Қосу 3, азайту 6y, қосу 6 тең 0. Енді 2y квадраттың өзін жазып қояйын, оны біріктіретін еш нәрсе жоқ менде. Енді 6y пен минус 6y пен минус 6y минус 12y болады. Қалған бос мүшелерді қосатын болсам, 18 шығады екен. Тең 0. Барлығын 2-ке бөліп жіберейік. Y квадрат азайту 6y қосу 9 тең 0. Ветпен шығара салайық. Y1 мен Y2-ның қосындысы 6 болады дейді. Y1 мен Y2-ның көбейтіндісі 9 болады дейді. Бұл сандар әрине 3, Y1-імізде 3-ке тең, Y2 де 3-ке тең болып тұр. Сонда абсциссасы 3-ке тең, нүктеміз ол ординатамыз да 3-ке тең болып тұр екен. Жақсы, қалған 2-ші, 3-ші, 4-ші тапсырмаларды комментарийде күтемін. Жауабын жазып жібересіздер деген ойдамын. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.